Адамдар сапардан келе жатқан кезде Абу Саид аль-Худри айтады, біз бір сапарда жолда келе жатқан кезімізде алдымыздан бір кісі шықты да, ой, жіберді дейді біраз өлеңді жаңағы. Сол кезде пайғамбарымыз салсам оның айтылып жатқан мағыналарын жақтырмай, амсику шайтана, шайтан ұстаңдар дейді. Шайтанды тоқтатыңдар. Лиан ямталия жауфу ахадикум қойхан ярияху хойрун лаху мин ан ямталия шиғран. Мына сөзді қараңыз, өте ауыр сөз. Ананың шайтанын басыңдар. Сөйтіп жаңағыдай жаман өлеңдер болғаннан кейін пайғамбарымыз сол кезде мына сөзді айтады ғой. Кімнің біреудің кеудесінің дейді, ешқашан емделмейтін іріңге толып кетуі осындай өлеңдерге толғаннан хайырлы болар еді дейді. Ғалымдар сондықтан айтады, егер сенің мұсылманға айтады, жаттаған пайдалы өлеңіңнен Құранның көлемі көп болса, онда бұл хадис саған айтылмаған дейді. Егер де өлеңің Құраннан көп болса, онда бұл сол нәрсені ескертіп тұр дейді. Осыны түсіну керек халық.